Бүгін Жетісу облысының әкімі Алакөл көлі жағалауындағы туристік нысандарын аралап, шомылу маусымына дайындық жұмыстарымен танысты. Бейбіт Исабаев демалушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын тексерді. Аймақ басшысы жағалау аумағын бекіту және инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту барысын бағамдады. Жетісу облысы құрылғалы бері Алакөл жағалауын дамыту бағытында жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. Өңір басшысы көл жағалауындағы қауіпсіздік шарасымен танысты. Қоғамдық тәртіпті сақтау үшін 50 полиция қызметкерлері жұмылдырылған. Сонымен қатар олардың қызметіне 16 автокөлік пен 5 ұшқышсыз ұшу аппараты тартылған. 39 бейнебақылау камерасы жұмыс істеп тұр. Осы орайда Бейбіт Исабаев қоғамдық тәртіп пен тазалық мәдениетін сақтаудың маңызын атап өтіп, құқық бұзушылыққа жол берген азаматтар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылатынын айтты. Жасап, хулиган кезінде болса, әлеуметтік желіге салып, соның бәрін көрсету керек. Содан кейін айту керек. Құрметті демалушылар, табиғатты аялаңдар, бұзбаңдар, мұздап тастамаңдар, тәртіпті бұзбаңдар, мәселелерді дұрыс қойыңдар. Қазір көл жағалауындағы қауіпсіздік шаралары да күшейтілген. Мұнда 14 құтқарушы мен 11 моторлы қайық тәулік бойы кезекшілік атқарады. Бейбіт Исабаев құтқару қызметінің жұмысымен танысып, моторлы қайықтың біріне отырып жағалау аумағын аралады. Қазіргі таңда жағалау бойында 40 құтқарушы мұнарасы орнатылып, 13 шақырымдық қалқыма желі тартылған. Сонымен қатар 7 пирс пайдалануға берілген. Өңір басшысы жауапты мекемелерге демалушылар қауіпсіздігін күшейтіп, қызмет көрсету сапасын арттыруды тапсырды. Алакөл көл жағалауларында осы келушілердің жағдайын жасау үшін жүйелі түрде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұрын соңды 30 жылда жасалмаған жұмыстар биыл соңғы 2 жылда жасалып жатыр. Гигиена санитарлық тораптар, демалатын жаңағы лежактармен бәрімен қамтамасыз етілген болады. Сондықтан бұның бәрі осы қарапайым халықтың демалушылардың ешқандай бір мәселесіз келіп, демалып, жақсы демалып қайту үшін жасалып жатқан жағдай. Алакөл көлінің жағалауды бекіту жұмыстары кезең-кезеңімен атқарылуда. Көктұма ауылындағы учаскеде ұзындығы 1 шақырым болатын нығайту жұмыстары орындалды. Қазір жер қазу, бетондау және габионды қоршаулар орнатылды. Ақши ауылында ұзындығы 200 метр жағалау нығайтылып, бетон тіркеулері тұрғызылды. Жоспар бойынша Көктұмада 3-4 километр, оның бүгінгі күнге істеген 1-6 километр істелініп тұр. Биыл бітіреміз деген мақсатта отырмыз. Келесі Ақшида жалғастырамыз. Ақшида 10 километр. Алакөл көлі аумағында тәулігіне 6-5 мың текше метр ағын суды тазартатын кәріз тазарту кешені мен кәріз желісінің екінші кезеңі салынып жатыр. Қазір зертхана ғимаратын әрлеу, бақылау өткізу бекетін және нысан аумағын қоршау жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде 220 метр аяқталды. Жоба биыл қараша айында пайдалануға беру жоспарланған. Бұл жерде Ақши ауылы бойынша бірінші кезең бойынша трубалар өткізілген. Кәріз су жүретін трубалар. Осы объект масына уже жеткізілген олар монтажы. Бұл бізде екінші кезең. Екінші кезеңде кәріз су осы кос ғимаратына келеді. Осы жерде 4-5 этапта тазаланып, осы жердегі 3 брут-накопительге толтырылып, тазарып, халыққа арық бойынша суғарылуға жаңадан су беріледі. Жағалауда туристерге қолайлы жағдай жасау және санитарлық талаптарды сақтау шаралары мықтап қолға алынған. Мәселен, 44 киім ауыстыру кабинасы, 24 модульдік дәретхана және 45 биодәретхана орнатылған. Жағалау тазалығына Алакөл тазалық кәсіпорны жауапты. Мұнда 49 қызметкер еңбек етіп, 22 арнайы техника жұмылдырылған. Сонымен қатар аумаққа 720 қоқыс контейнері қойылған. Жағалауды аралап көрген Бейбіт Исабаев санитарлық жағдайға ерекше көңіл бөлу керектігін ескертті. Таңертең график бойынша бір жүріп жағаның бәрін тазалап өтеді. Қазір одан кейін шілде айында адам көп кезде түс уақытында да, одан кеш уақытында күні бойы үздіксіз тазалық жұмыстары жүргізіп тұрады. Және 15 жерге камералар орнатылған, жаңағы демалушылардың қауіпсіздігін бақылау үшін. Жолы тақтайдай тегістеліп, электр жарығы мәселесі толық шешімін тапқан. Жағалау инфрақұрылымындағы оң өзгерістер демалушылардың көңілінен шығып, олар атқарылған жұмыстарға ризашылықтарын білдіруде. Айтуларынша, демалыс аймағының қолайлылығы артып, кешкі уақытта да қауіпсіз әрі жайлы серуендеуге мүмкіндік жасалған. Абай облысы Қабанбай ауылынан аралап, енді осы Жетісуға келдік. Жалаңашкөл жағалап, бәр жақты аралап көру керек.
инфрақұрылыммен дамып жатыр ғой ақырын. Бәрі бірден болмайды. Жақсы. Алматыдан келдік, жылда келеміз. Болашақта әйтеуір бәрі жақсы болып кететін шығар деген үміттеміз. Шеттердің бәрі дамып, жылдан жылға күшейіп жатыр ғой. Туристерге сапалы әрі жедел медициналық көмек көрсету мақсатында Ақши ауылында арнайы медициналық бекет жұмыс істейді. Мұнда 4 дәрігер және 2 орта буын медицина қызметкері тәулік бойы кезекшілік атқарып, демалушылардың денсаулығын бақылауда ұстайды. Бұл өз кезегінде жағалаудағы қауіпсіздік деңгейін арттырып, келушілердің алаңсыз демалуына мүмкіндік беріп отыр. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы.